Баршаларыңызға қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді жеңіл салаттардың бірі личо салатын дайындайтын боламыз. Бізге керекті қызанағымызды 4 бөлікке бөліп, ет тартқышқа өткізуге дайындап қоямыз. Ет тартқышымызбен әдемілеп өткізіп алатын боламыз. Видеомды соңына дейін көріп, қызықты, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Қызанағымызды өткізіп алғаннан кейін отқа қойып, жарты сағатта қайнатып аламыз. Әлсін-әлсін араластырып тұрғандарыңыз дұрыс. Осы кезде тәтті бұрышымызды 4 бұрышты бөлікке бөліп кесіп аламыз. Міндетті түрде тәтті бұрышыңыз қызыл түсіне болғаны дұрыс. Салатымызға әдемі түс береді. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Қазақ каналының дамуына үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Менің каналым сіздерге өте пайдалы, сондықтан түрлі рецепттер бар. Қарап, өз пікірлеріңізді қалдырып, жасап, кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Міне қызыл түсті тәтті бұрышымызды турап алдық. 4 дана жасыл түсінен де қосатын боламыз. Міне биязымызды да ұзыншалап тураймыз. Құрамын описание бөліміне қалдырамын, сол жерден қарап жасаңыздар. Кері байланыс жасауды міндетті түрде өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Міне ащы бұрышымызды турап жатырмыз. Егер сіздер ащы ұнатпайтын болсаңыздар, аз ғана қоссаңыздар болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, сол дәміне қарап жасайсыздар. Міне мен көк шөптен де қостым, ас көктен, петрушка, кинза қостым. Өте жақсы дәм береді. Сіздер де міндетті түрде менің рецептіме жасаңыздар. Дәмі сіздерге ұнайтын болады. Жаз мезгілінде сіздер қандай салат түрлерін жасадыңыздар, өз салаттарыңыздың рецептімен бөлісіп кетіңіздер төменге. Қандай салат түрлері ұнайды, сол жөнінде де айтып кетсеңіздер болады. Менің каналымда қандай видеоларды көргіңіз келеді, сол жөнінде қосымша жазып кетіңіздер. Кинза, аскөк қоссаңыздар, міндетті түрде салатыңыз өте дәмді, қош иісті болып шығады. Міне қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, биязымызды салып, сарғайғанша жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Биязымыз сары алтын түске енуі керек. Міне сары түске енді жасыл тәтті бұрышымызды салып 4-5 минуттай қуырып алатын боламыз. Міне қызыл тәтті бұрышымызды да салды. Осыны 5 минуттай қуырамыз. Үстіне қызанағымызды салып жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Міне осы кезде дәмдеуіштерімізді саламыз. Қант, тұз, дәміне қарап сала бересіздер. Банкымызды буландырып алатын боламыз. Қақпағында қайнатып. Міне біздің салатымыздың үстіне аскөбімізді, петрушкамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне ащы бұрышымызды да салдық. Жақсылап тұрып, әр дәмдеушін салған сайын араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне сарымсағымызды да салып, біркелкі араластырып аламыз.
түсін көрдіңіздер ме, қандай әдемі болып шықты. Міне бір қасық, үлкен қасықпен уксусымызды құйдық. Енді буландырып дайындап алған банкімізге құятын боламыз. Мен бұрамдалы банкімен жаптым. Қатты ауа өтіп кетпестей етіп, бұрап, қысып, жауып алыңыздар. Ас болсын, келесі кездескенше сау саламатта